Hürmetli stüdentler, hürmetli bilim aluşular, bugünkü bizim leksiyamыздың taqırıbı jobalauдағы ekonomikалық, техникалық және эргономикалық көрсеткіштер деп аталады. Бұл көрсеткіштер жобалау процесінде қолданысқа енетін процестер. Ең бірінші біз тоқталатын болсақ, экономикалық көрсеткіштер. Яғни экономикалық көрсеткіштер дегеніміз бұл болашақ дизайнерлік жобаның кететін шығын. Мысалы, қанша материал кетеді, қанша жұмыс күші кетеді, қанша уақыт кетеді, қанша техникалық құралдарды пайдаланамыз. Міне осының ескере отырып, болашақ дизайнерлік жобаның қаражаты шығарылады. Сол қаражат енді тұтынушыға қалай әсер етеді? Тұтынушыға бұл қаражат бұрынғы дәстүрлі, яғни бұдан бұрынғы дизайнерлік жобаның бағасынан бола ма, кем бола ма? Міне осы жағында біз ескеруіміз керек. Егер жалпы тапсырыс берушінің жағдайына байланысты біздің қараған кезде біздің жаңа жобаның бағасы экономикалық тұрғыдан алғанда қанағаттандыра ала ма, қанағаттандыра. Егер қымбат болатын болса, қымбат болатын болса, тұтынушы аз көлемде тапсырыс беруі мүмкін. Ал егер арзандау болатын болса, көп тиражбенен жасалуды қажет ететін болса, ол кезде біз оны сәл түсіруіміз керек. Бірақ негізгі кеткен шығынды қайтару ең бірінші талап, содан кейін барып үстіне жаңағы шығармашылық жұмыстар, орындаушылық жұмыстар, техникалық жұмыстардың бағасы қойған кезде біз осы эргономикалық көрсеткіштерді анықтаймыз. Соның негізінде барып біз жаңа жобаға кірісеміз. Енді техникалық көрсеткіштер дейді. Бұл да бір жаңа сапаны қамтамасыз ететін көрсеткіштердің бірі. Енді бұл мысалы материалды қалай таңдаумен де байланысты. Жаңа жобаға қандай материал қажет? Егер спорттық киім болатын болса, қандай мата қажет? Егер жұмыс киімі болатын болса, қандай мата? Сахналық киім болатын болса, оның безендіру жағы бар, жаңа форма жағы бар. Демек, осының бәрін техникалық тұрғыдан қарастыруымыз керек. Егер бұл жөнінен қателесетін болсақ, онда біздің жаңа жобамыздың сапасы өте төмен болып кетуі. Болмаса, бұл тез уақытта істен шығып қалуы, шыртылып кетуі деген сияқты, тігістері сөгіліп кетуі, кемелері түсіп қалу сияқты, тағы басқа көптеген себептер душар болуы мүмкін. Сондықтан да біз техникалық жағын ескеруіміз керек. Оны жаңағы эскиз жасау процесінде де, модель жасау процесінде де, процесінде де, тігу процесінде де біз қатаң бақылауға алуымыз керек, және де оны біз ойымыздан шығармау керек. Бұл басты талаптардың бірі. Бұл киімнің стиліне байланысты, киімнің тұтыну қажеттігіне байланысты, атқаратын функциясына байланысты біз осы техникалық көрсеткіштерді не қыламыз? Техникалық көрсеткіштерді зерттеп алып, содан кейін барып біз эскиз жасаймыз, кішкене макетін жасаймыз, сөйтіп барып біз келесі этапқа өтеміз. Енді эргономикалық көрсеткіштер деп атайды. Эргономикалық көрсеткіш бұл енді жаңағы тағдырменен, яғни дизайнерлік нысанменен адамның арасындағы байланыс. Мысалы айтайық, машинаның салоны дейік. Автомобильдің салоны рөлі, оның скорысы, алдындағы спидометрлері,
креслоның өзі, аяқпенен жаңа педалдар, тағы басқа мінекей жанындағы айна, осының бәрі адамға жақсы, қолайлы, үйлесімді, ұтымды жағдай туғызу керек. Киімнің өзі, мысалы, сахналық киімде безендіруге байланысты көптеген тастар, металл элементтері қолданылуы мүмкін. Ал оны көбірек қолданатын болсақ, киімнің салмағы не болады? Салмағы арта береді. Салмағы арта. Ал енді жаздық киімдерде жеңіл мата. Жеңіл, сондай түстік шешімі өте эстетикалық тұрғыдан алғанда мықты материалдар таңдалған. Ал ыстық киім болатын болса, оның жылылық жағына көп көңіл беріп, бірінші планға жылулық сапасын алдыңғы жағына қоямыз. Сол сияқты қалың материалдардың тігісі қандай болады? Жұқа материалдардың тігісі қандай болады? Соныменен қыстық киім менен жаздық киім, балалардың киімі, әйелдердің киімі, ерлердің киімі, жұмыс киім, офистік киімдер, міне осының барлық жағы эргономикалық талаптарға сай болу керек. Яғни жүріп тұруға ыңғайлы, қолайлы, әсем, көзге көрінгенде көз тартып тұратындай деңгейде болу керек. Осының бәрін ескерген кезде біз эргономикалық талаптарды орындаймыз. Сонымен қатар осы үш талаптың негізінде жаңашылдық деген талап етуге болады. Яғни біздің жобалайтын нысан, мейлі ол костюм болсын, көйлек болсын, шалбар болсын, қыс киім болсын, аяқ киім болсын, оның ең басты мәселесі форма менен сапасы және қажеттілігі. Сол кезде барып біз оның жұмыс болып шығуына мүмкіндік береміз. Ең басты сыншы тұтынушы, халық. Егер халыққа оның эстетикалық әсері мықты болса, эргономикалық көрсеткіштері мықты болса, техникалық тұрғыдан алғанда өте жоғары сапаны көрсететін болса, біздің дизайнерлік санымызға ертең сұраныста. Сондықтан да жаңашылдық, формадағы жаңашылдық, түсті таңдаудағы жаңашылдық, болмаса техникалық тұрғыдан, эргономикалық тұрғыдағы жаңашылдық. Жаңашылдық дегеніміз бір жаңа өзгеріс, болмаса инновациялық, жаңа технология. Мысалы, бұрын кестені мысалы қолмен тігетін болса, қазір машина. Оның өзінің үлкен эстетикалық әсері бар. Мінекей, құрметті білім алушылар, құрметті студенттер, бүгінгі біздің дизайн пәнінің кезекті лекциясы жобалаудағы экономикалық, техникалық көрсеткіштер деп аталады. Біз осы көрсеткіштерді оны жаңашылдығыменен жаңашылдық, төзімділік, қажеттілік тұрғысынан біз сипаттама береді. Қайсының ерекшелігін танып, ерекшелігін көрсетуге ұмтылыс жасады. Осыменен біз кезекті лекциямызды аяқтаймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.